1987 жылдың қазан айының сол бір кешінде үйімнің ауласына кіргенімде көзім қарауытып, қаным басыма шапшыды. Қарындасым Айша Сулы асфальттың үстінде тізерлеп тұр екен, ал оны 4 еркек шақалдарша айналып жүр. Айшаның беті қолы қан жоса, мұрнынан қан ағып тұр. Тіпті жылауға да шамасы жоқ. Ештеңеге қарсыласуға қауқары қалмаған адамдай жерге жансыз жанарымен телміріп қалыпты. Мен ол кезде 22 жаста едім. Иығымда 2 жылдық теңіз жаяу әскерінің мектебі, Ақтау қаласындағы дайындық, қоян қолтық ұрыс және аналарға айтуға болмайтын ауыр күндер жатты. Мен адамның сүйегін жалаң қолмен сындыруды, қасқағым сәтте қимылсыз қалдыруды, ауырсыну мен суыққа, аштыққа төзуді үйренген едім. Бірақ қарындасымның тізерлеп тұрғанын көрген сол сәтте, осы уақытқа дейін үйренгенімнің бәрі дәл осы сәт үшін екенін түсіндім. Теміржол бекетінің иісі әскерден оралғанда миыңа бірінші соғатын нәрсе осы. Бұл кітаптарда жазылатын сәнді иіс емес. Жоқ, бұл көмірдің, арзан темекінің және кеңестік бекеттердің бетон қабырғаларына мәңгілікке сіңіп кеткен ащы иіс. Бұл иіс сенің үйіңге екеніңді есіне салады. 1987 жылдың қазаны. Мен Сарыбел өлкесіндегі кішігірім Күміспел қаласының бекетінде пойыздан секіріп түстім. 2 жыл бұрын мен мұнда арық, анамның бәліштерін арқалалаған бозбала болып кеткен едім. Оралғанда мүлдем басқа адам болдым. 84 келі салмақ, қырылған желке, темірді ие алатын қарулы қолдар. Теңіз жаяу әскері менің сүйегімнен бастап миыма дейін өзгерткен еді. Мені ешкім қарсы алған жоқ. Анама келетінімді жазсам да нақты күнін айтпадым. Тосын сый жасағым келді. Қапшығымды иығыма асып, бекет алдындағы алаңға шықтым. Бәрі баяғыша. Су сататын дүңгішеп, бояуы оңған аялдама, орындықта отырған қарттар. 2 жыл өте шықса да, мұнда уақыт тоқтап қалғандай. Үйге дейін жаяу жүруді жөндім. Қала орталығы арқылы 3 шақырым жер. Әскери киімсіз адамдарға қарап, бейбіт өмірдің ауасымен тыныстағым келді. Бір қызығы, көшеде келе жатқанда аяқтарым еріксіз әскери саппен адымдайды. 2 жылға әдет, оны бірден қоя алмайсың. Қала өз тіршілігімен әлек. Зауыт жұмысшылары үйлеріне қайтып барады. Әйелдер дүкеннен зат тасып жүр. Балалар бос жерде добын қуып жүр. Бейбіт, қарапайым өмір. Мен анамның қалай қуанатынын, Айшаны мойныма қалай асылатынын ойлап күлімдеп келе жаттым. Ол маған әр апта сайын жиегіне сурет салған ұзын хаттар жазатын. Ол небәрі 18-де еді. Тігін шеберханасына жұмысқа жаңа орналасқан. Өмірі енді басталып жатқан болатын. Бірақ Еңбек көшесіндегі 12-ші үйдің ауласына жақындағанда ішім бір нәрсені сезгендей мұздап кетті. Оны сөзбен айтып жеткізу қиын. Бұл әскерде қалыптасқан түйсік. Бір жерге кіргенде ауаның үнсіздіктің басқаша екенін сезесің. 2-ші қабаттағы пәтеріміздің терезелері қараңғы еді. Не жарық, не қозғалыс жоқ. Сатымен жоғары көтеріліп есікті қақтым. Үнсіздік. Анам хатпен жіберген кілтті шығарып есікті аштым. Пәтер бос еді. Бірақ жай ғана бос емес, біртүрлі суық еді. Дәлізде жағымсыз иіс бар. Ас үйде жуылмаған ыдыстар жатыр. Анамның бөлмесі жинаулы болса да, терезе перделері күндіз болса да жабылып басталған. Ал Айшаның бөлмесі астан-кестең. Киімдер шашылып жатыр. Айна сынған. Қабырғадағы суреттер жыртылған. Ас үйде отырып темекі тұтаттым да күттім. 1 сағаттан соң 1-ші қабатта тұратын, бәрін біліп жүретін Зейнеп апа келді. Ашық есіктен мені көріп таңғалып қалды. «Мұрат, балам, оралдың ба? Аллаға шүкір, қандай дәу болып кеткенсің? Апаң түнгі ауысында таңға дейін болмайды». «Ал Айша қайда?» деп сұрадым. Зейнеп апа мүдіріп қалып жанарын тайдырды. «Айшаға не болды?» О күрсініп қарсы алдыма отырды да даусын бәсеңдетті. «Мұрат, мұнда сұмдық болып жатыр. Айшаға бұрынғы жігіті тыныштық берер емес. Бағлан деген механикалық зауыт басшысының ұлы. Олар бұрын араласқан.
Кейін Айша оны тастап кетті. Ал ол достарымен бірге қарындасынды бүкіл қала бойынша қудалап, ұрып-соғып, қорлап жүр. Апаң тәртіп сақшыларына барған, бірақ олар бұл жастардың өз арасындағысы, өздерін шешіндер деп басын алып қашады. Енді қалай шешеді? Ол жігіт жат адам болса. Бірақ оның әкесі үлкен бастық. Қаланың жартысы соның қол астында жұмыс істейді. Кім оған қарсы сөйлей алады? Мен темекімді сөндірдім. Ішімде бір суық тыныштық орнады. Бұл ұрыс алдындағы сезім. Эмоциялар жоғалып, тек есеп қана қалады. Бұл қашан басталды? Жаздан бері 5 ай болды. Айша алғашында шыдап жүрді. Кейін жұмыстан шығып кетті. Ол жігіт жұмысына да барып шу шығарған екен. Қазір үйде тығылып отыр. Тек дүкенге ғана шығады. Оның өзінде ұрланып барып келеді. Апаң қатты уайымдап азып-тозып кетті. Ұйқыдан қалды. Мен үндемей орнымнан тұрып терезеге жақындадым. Төмендегі аула қаңырап бос тұр. Желмен тербелген шам қабырғаға көлеңке түсіреді. Мен Зейнеп апаға ештеңе айтпадым. Тек алғысымды білдіріп, есікті жауып алдым. Ас үйде қараңғыда отырып күте бастадым. Ол түн ортасында келді. Кілттің құлыпта ұзақ әрі сенімсіз шұқылағанын естідім. Сосын есік ашылып, дәлізде дыбыссыз аяқ басқан дыбыс шықты. Өз үйінде білдірмей жүруге дағдыланған адамның қадамы. Мен ас үйдің жарығын жақтым. Айша шошып кетіп қабырғаға тақалды да бетін қолымен басты. Бұл үнемі соққы көретін адамның еріксіз әрекет еді. Айша, бұл мен, Мұраттың. Ол қолын түсіріп маған елес көргендей телміріп қалды. 1, 2, 3 секунд. Сосын еріндері дірілдеп, кеудеме басын қойып, еңіреп жылап жіберді. Дыбыс шығармайды, тек иықтары селкілдейді. Мен оны құшақтап, оның қаншалықты арықтап кеткенін сездім. Киімінің сыртынан сүйектері білініп тұр. 18 жасар қыз емес, 30-ға келген әйелдей жүдеген. Мен оны ақырын өзімен алыстатып жүзіне қарадым. Сол көзінің асты көгеріп, сарғая бастапты. Ерні жарылған. Мойнында біреу қылғындырғандай қызыл іздер бар. Қолдары майда жарақаттарға толы. Кім? Деп сұрадым. Іштей біліп тұрсам да. Ол басын шайқап теріс айналып кетті. Мұрат, өтінемін, бұған араласпашы, деп сыбырлады қарындасым. Кім ол, Айша? Ол ұзақ уақыт үндемей отырды. Екеуміз ас үйде отырмыз. Мен шай демдеп алдына қойдым. Ол ыстық кесені алақанымен жылытып, үстелге телміріп қалды. Сосын баяу, бір қалыпты дауыспен, құдды біреудің хикаясын айтып отырғандай сөйлей бастады. Балан екеуміз көктемнен бастап араластық. Басында бәрі жақсы болған. Гүл сыйлайтын, киноға апаратын. Кейін оның жаны ауру екенін түсіндім. Әнді бір басқан қадамында аңгитын. Кіммен сөйлестім, қайда бардым, неге күлімсіредің деп, әрбір тіреуіштен қызғанатын болды. Алғаш рет маған қолын маусым айында көтерді. Кездесуге 10 минутқа кешіріп қалып едім. Ештеңе айтпастан бетімнен салып қалды. Сосын кешірім сұрап, жылап, тізе бүгіп шалынды. Ол шәйген бір ұрттады да жалғастырды. Мен оны тастап кеттім. Бұдан былай маған жолама дедім. Бәрі осымен бітті ғой деп ойлап едім. Бірақ тозақ енді басталды. Бағлан көнбеді. Ол жұмысыма келе бастады. Шеберхананың алдында күтіп алатын. Бірде тіпті жұмыс істеп жатқан жерімізге баса көктеп кіріп, айғай шығарып, үстелдерді аударып тастады. Басшымыз маған, не бұл мәселенді шеш, не жұмыстан шық деді. Мен шығып кеттім. Бірақ жағдай одан сайын ушықты. Бағланның айналасында 3 серігі бар. Бәрі де оңбағандар. Әлік арсыз, арық, көзі ойнақшыған, арам біреу. Серік өгіз, бұрынғы балуан, қатыгездігі үшін спорт мектебінен қуылған, дәу, мысыз біреу. Және Қанат суретші. Қолынан фотоаппараты түспейтін қу, арамза. Кешкісін олар менің өмірімді тозаққа айналдырды. Кіре берісте аңдитын.
көшеде соңымнан қалмайтын, жаман сөздер айтып, итеріп, киімімнен тартатын. Қанат мені қорлау үшін суретке түсіретін. Сосын сол суреттерді пошта жәшігіне лақтырып кететін. Бірде төртеуі жабылып, мені таса жерге сүйреп апарды. Зорлаған жоқ, бірақ аяусыз соққыға жықты. Бағлан бетіме түкіріп, сен менікісің, түсіндің бе? Мен боссың демейше, сен менікісің, саған ешқандай тәртіп сақшысы көмектесе алмайды деді. Және оның айтқаны рас болды. Айша ішкі істер бөліміне барған. Кезекші оған қарап арызын жазып алды. Бірақ 2 күннен соң, арызымыз жоғалып кетті, қайта келіп жазыңыз деп хабарласты. Ол қайта барып жазды. Бұл жолы аудандық сақшы Бағланды әңгімеге шақырды. Бағлан әкесімен келді. Әкесі Ғани Мырзабекович, механикалық зауыттың басшысы, қалалық мәслихаттың депутаты, бүкіл қала соған қарап отырған адам. 1 сағаттан соң сақшы Айшаға хабарласып, жанжал шешілді, ешқандай шағым жоқ, іс жабылды деді. Апам қалалық комитетке барып шағым жазды. Шағымды тәртіп сақшыларына жіберді. Олар аудандық сақшыға жіберді. Ол хабарласып, шағымданбаңыздар, әйтпесе жағдайларыңыз нашарлайды деді. Айша мұның бәрін ешқандай эмоциясыз, есеп беріп тұрғандай бір қалыпты дауыспен айтып шықты. Оның бұл тыныштығы маған айғайынан да қатты әсер етті. Мен тыңдап отырып, бәрін жадыма тоқыдым. Есімдерді, мекенжайларды, әдеттерін, Бағлан қайда тұрады, олар қайда жиналады, Айшаны қай жерде аңдиды. Барлауда жүргендей қарсылас туралы мәліметтерді миым автоматты түрге жазып алды. Айша менің жанарымды байқап қалып, қолымнан ұстады. Мұрат, өтінемін, керегі жоқ. Сен олардың қандай екенін білмейсің. Бағланның әкесі күшті. Ол сені қаматып тастайды, түсінесің бе? Ол кез келген адамды құрта алады. Араласпашы. Мен оның қолын өз алақаным алдым. Айша, барып ұйықта, бәрі жақсы болады. Ол маған ұзақ қарап, тағы бірдеңе айтқысы келді, бірақ үндемеді. Бөлмесіне кетті, ал мен қараңғы ас үйде жалғыз қалдым. Бәрі жақсы болады. Мұны мен қарындасым айттым, ал ішімнен басқа нәрсені ойладым. Әр қайсысы өз жазасын алады. Әр қайсысы. 3 күн бойы мен ештеңе істемедім, мүлдем. Қуаныштан жылаған анамды құшақтап, оның дәмді асын ішіп, қаланы аралап, көршілерге күлімсіреп жүрдім. Үйіне оралған бақытты жауынгер болып көріндім. Бірақ ішімде сол алғашқы түні іске қосылған механизм жұмыс істеп тұрды. Әскерде бізді үйреткен. Іске кіріспес бұрын қарсыласты зертте. Оның әдетін, әлсіз тұсын, жүретін жолдарын, байланыстарын біл. Ол туралы өзінен де көп білетін бол. Содан кейін ғана соққы бер. Мен Бағланнан бастадым. Толық есімі Бағлан Ғаниұлы Мырзабеков. 23 жаста. Зауыт басшысының жалғыз ұлы. Әскерге бармаған. Әкесі денсаулығына байланысты алып қалған, бірақ денсаулығы аттай. Бойы 185 сантиметр. Тығыршықтай. Спорттық пішіні жақсы. Жертөледегі залда каратемен айналысады. Сол жылдары бұл сәндеді. Өзін нағыз жауынгер санайды. Әкесінің зауытында жабдықтау бөлімінде істейді. Жұмсақ орын. Ештеңе істемейді, бірақ жалақысын алып отыр. Бағлан Абай көшесіндегі жаңа үйден әкесі зауыт арқылы алып берген жеке пәтерде тұрады. Қара түсті су, жаңа көлік мінеді, шетелдік киім киеді, шетелдік темекі тартады. Біздің қаланың өлшемімен қарасақ, ол қол тигізуге болмайтын патша. Оның серіктері қарапайымдау. Әлік арсыз, азан шақырған аты Әлихан, 21 жаста. Лақап атын аузындағы шіріген тістерімен соған сай арам мінез үшін алған. Еш жерде жұмыс істемейді, ішімдікке салынған. Қала шетіндегі ескі 5 қабатты үйде анасымен тұрады. Табиғатынан қорқақ. Бірақ Бағланның қасында өзін батыр сезінеді. Лас жұмыстарды сол атқарады. Айшанаң дейді, суреттерді тастайды. Қорқыту хаттарын жазады. Серік өгіз. Шын аты Серік Қуатұлы, 24 жаста. Бұрынғы еркін күрес балуаны, денесі шкафтайдау.
Жаттығу кезінде қарсыласының омыртқасын сындырып алғаны үшін спорт мектебінен қуылған. Содан бері қоймада жүк тасушы болып істейді және қаладағы жалғыз мейрамханада күзетші төбелесші болып қосымша табыс табады. Мисыз, қатыгез, бірақ әрекетін алдын ала болжауға болады. Тек қара күштің иесі. Және Қанат, суретші, 20 жаста. Бәрінен де жеркеніштісі осы. Ол кішкентай, түлкі тұмсықты, еш жерде жұмыс істемейтін, тәтесінің қолында тұратын біреу еді. Қолынан фотоаппараты түспейтін, бәрін таспаға басып жүретін. Айшаны қорлаған сәттерді суретке түсіріп, пошта жәшігіне лас жазулармен тастап кететін дәл осы Арамза болатын. Арамдық оның қанына сіңген еді. Осының бәрін мен 3 күн ішінде анықтадым. Қаланы аралап, адамдармен абайлап байқатпай сөйлестім. Зауыт жұмысшылары жиналатын шайханаға барып, Бағлан мен оның әкесі туралы сұрастырдым. Әлиханның үйінің алдындағы қариялармен тілесіп, оның қашан ішіп, қашан мас болатынын білдім. Мейрамханада отырып, кіреберістегі серікті бақыладым. Қанаттың тәтесінің үйінің қасынан өтіп, барлаудағыдай миымда карта сыздым. Кім, қайда, қашан, кіммен? Жүретін жолдары, әдеттері, әлсіз тұстары. Бағлан өзіне тым сенімді, жазаланбайтынына үйреніп кеткен. Оның әлсіздігі әкесінің тасасында тығылған қорқақтығы. Әлихан ішкіш әрі қорқақ. Сәл қыссан бірінші болып сынып береді. Серік қара күш, бірақ ми жоқ. Тек салмағымен басуды біледі. Әдіс тәсілге келгенде қанатсыз. Қанат Арамза, қу, бірақ тәні әлсіз. Оның күші суреттерінде. Оларды құртсаң, ол түкке тұрғысыз. Мен ас үйде отырып темекі шегіп ойландым. Тікелей барып Бағланды тауып, бет аузын талқандап, қолын сындыруға болар еді. Тені жаяу әскері каратешіні бір соққымен суатар еді. Бірақ бұл ештеңе шешпейтін еді. Оның әкесі мені сол күні-ақ қаматып тастайтын. Ал Айшаға бұдан да ауыр болатын. Жоқ, жүйелі түрге әрекет ету керек. Бұл шақалдардың бірін қалдырмай құрту керек. Алдымен сенімдерінен, қорғаныштарынан айырып, ең соңында Бағланның өзін қолға алу қажет. Анам ас үйге кіріп, менің қараңғыда отырғанымды көрді. Мұрат, балам, неге ұйықтамайсың? Ойланып отырмын, анашым. Не туралы? Бәрі туралы. Барып жата бер, анашым, бәрі жақсы болады. Ол есік алдында біраз тұрды да үндемей кетті. Ол бірдеңені сезді, бірақ сұрамады. Мүмкін жауаптан қорыққан болар, мүмкін үміттенген болар. Оралғаннан кейінгі 4-ші күні бәрін өз көзіммен көрдім. Содан кейін шегіне жол қалмады. Айша дүкенге нанға кеткен еді. Мен оның соңынан біраз қашықтықта еріп отырдым. Оны аңдығандықтан емес, жалғыз жіберуге жүрегім дауаламады. Ол көшеде басын төмен салып, ешкімге көрінбеуге тырысқан адамдай қабырғаға жақын жылдам басып бара жатты. Әрбір дыбысқа жалт қарап үрейленіп келеді. Туған қаласында жау шебінде жүргендей жасқанған 18 жасар қарындасым. Бұрыштағы дүкеннің алдында қоңыр түсті көлік тұр екен. Мен оны бірден таныдым. Зейнеп апа Ғани Мырзабековтың көлігін дәл сипаттаған еді. Айша да таныды. Тоқтап қалды. Кейін шегінбек болды, бірақ көліктен түсіп үлгерді. Алдымен Бағлан шықты. Үстінде былғары күрте, жүзінде тәкаппар мысқыл. Артынан спорттық киімдегі Серік, етпен сүйектен тұрған тау дерсін. Әлихан де бұрыштан суырылып шықты, демек аңдып тұрған. Қанат көлікте отырып қолындағы аппаратын шығарды. О, біздің ханшайымымыз келе жатыр екен. Бағлан ескі досын кездестіргендей құшағын жайды. Айша, неге тығыласың? Сағынып қалдым ғой. Айша кейін қадам басты. Бағлан оған жақындап келіп, жеңінен шап беріп ұстады. Қайда барасың? Біз әңгімемізді аяқтаған жоқпыз. Мына достарымның алдында айтшы, сен менікісің бе? Дұрыс айт, менікімін десең, үйіне барасың. Тек менікімін де. Айша үндемей жерге қарап тұрды. Естімей тұрмын. Бағлан оны жұлқып қалды.
Ол сүрініп кетіп, сулы асфальттың үстіне тізерлеп құлап түсті. Серік қарқылдап күлді. Әлихан жүгіріп келіп, оның қолындағы сөмкесін жұлып алды да, ішіндегі заттарын жерге шашып тастады. Бір бөлке нан асфальттың үстімен домалап кетті. Бағлан оның алдына жүресінен отырып, иегінен ұстап, жүзін өзіне қаратты. Міне, осылай тізерлеп тұрған саған жарасады екен. Есіңде сақта, Айша, мен болды демейінше осылай тұрасың. Саған әлгі әскерден келген ағаң да көмектесе алмайды. Оның оралғанын білемін. Сосын не болыпты? Ол менің әкемнен мықты деп ойлайсың ба? Көліктің ішінен суретке түсірген дыбыс шықты. Қанат таспаға басып отыр еді. Мен 20 метр жерде үйдің бұрышында тұрдым. Бәрін көрдім. Бәрін естідім. Жұдырықтарым сондай қатты түйілді, тырнақтарым алақаныма кіріп, қан шықты. Иегім қарсып қалды. Денемдегі әрбір бұлшық ет барда, оны дәл қазір талқанда. Жағын сындыр, қабырғасын үз, деп айғайлап тұрды. Бірақ мен қозғалмадым. Өйткені әскерде мені басты нәрсеге үйреткен. Сезім сенің жауың. Суық ақылмен әрекет ет. Ашумен ұрған адам ұтылады. Есеппен ұрған адам жеңеді. Бағлан Айшаны қоя беріп орнынан тұрды да, жерде жатқан нанды теуіп жіберді. Теріп ал да ене бар. Менің ұсынысым туралы ойлан. Оның не екенін өзің білесің. Олар көлікке мініп кетіп қалды. Айша сулы асфальттың үстінде тізерлеп қала берді. Сосын баяу ғана шашылған заттарын жинап, орнынан тұрып үйге қарай бет алды. Жылаған жоқ. Жыламағаны бәрінен де қорқынышты еді. Сол түні мен ұйықтаған жоқпын. Бөлмемде отырып, әскердегідей операция жоспарын тармақ-тармағымен жаздым. Мақсат: Мырзабековтың побын залалсыздандыру. Әдіс: әрбір мүшенің көзін баяу, бірінен соң бірін жою. Ең әлсізінен бастап. Шарт: ешқандай із қалмауы керек. Куәгер болмауы тиіс. Тәртіп сақшыларына ешқандай себеп бермеу қажет. Таза жұмыс. Бірінші: Әлихан. Ең әлсіз буын. Қорқақшқыш. Қорқытсаң жетпілікті. Екінші: Қанат. Суреттерін жойып, қаладан қуып жіберу. Үшінші: Серік. Тәни тұрғыдан істен шығару. Қара күштің әдіс алдында қанатсыз екенін көрсету. Төртінші: Бағлан. Негізгі нысана: түп тамырымен жою. Мен жоспарды қайта оқып шығып, қағазды бүктеп, күлсалғышқа салып, өртеп жібердім. Күлін саусағыммен езіп тастадым. Ертең бастаймыз. Әлихан арсыз әр кеш сайын ішетін. Мұны мен 3 күндік бақылау кезінде анықтадым. Оның жүріс-тұрысы бір қалып деді. Сағат 6-дан кейін Бейбітшілік көшесіндегі Жарқын шайханасына барады. Ол жерден шыққан соң өндіріс аймағы арқылы гараждар мен ескі зауыттың қасымен үйіне қарай мас болып теңселіп қайтады. Жол қараңғы, адам жүрмейді, таптырмас жер. Мен жұма күнін таңдадым. Апта соңы. Әлихан әдеттегіден де қаттырақ ішеді. Түн суық еді. Жаңбыр сіркіреп тұрған қазанның түні. Мен қара киім киіп, кешкі сағат 10-да үйден шықтым. Анам да Айша да ұйықтап жатты. Менің кеткенімді ешкім көрген жоқ. Ескі зауыттың қасынан орын сайлап бұғып тұрдым. Қараңғылық, тыныштық. Тек жаңбырдың темір шатырға тиген дыбысы ғана естіледі. Күттім. Бірде біз барлау кезінде батпақтың ішінде, жаңбыр астында қимылсыз 18 сағат жатқан едік. Туған қаламда 2 сағат күту мен үшін түкте емес еді. 12-ге 15 минут қалғанда теңселген ауыр қадамдар естілді. Әлихан өзімен өзі күбірлеп теңселіп келе жатты. Қолындағы бөтелкесін жүріп келе жатып ұрттап, гараждардың қасынан өтіп, ескі цехқа қарай бұрылды. Мен қараңғы көлеңкеден оның алдына үнсіз шықтым. Әлихан селк ете түсіп, тоқтай қалды да, бұлдыраған жанарын маған қадады. Бұл кім? Кім бұл? Мен оған сөзін аяқтауға мұрша бермедім. Бір қадам алға аттап, қолымды оның кеңірдегіне қойдым. Қатты қыспадым. Тек бекітіп, цехтың қабырғасына тақадым. Қолындағы бөтелкесі жерге түсіп, быт-шыт болды.
Ассалаумағалейкум, Әлихан. Ол мені таныды. Бірден емес, бірақ таныды. Көзі бақырайып кетті. Мастық буы су сепкенде басылды. Мұрат Көлесов, сен оралдың ба? Оралдым, Әлихан. Оралып, көп қызық жайттарды естідім. Маған Айша туралы айтып берші. Қалай төртеуің жабылып, қарындасынды қала ішінде аңдитындарынды, қалай ұрып-соғып, тізелетіп қоятындарынды айтып бер. Кәне, сөйле. Ол дірілдей бастады. Денесі иесіз қалған иттей қалшылдап кетті. Мұрат, бұл Бағланның ісі. Бәрі соныкі. Менің қатысым жоқ. Мен тек қасында тұрдым. Қасында тұрдым дейсің бе? Ал хаттарды кім жазды? Пошта жәшігіне кім тастады? Қасында тұрдым дейсің бе, а? Мен қолымды сәл ғана қаттырақ бастым. Қатты ауыртпадым, бірақ сезілетіндей болды. Әскерде бізді тұтқындармен жұмыс істеуге үйреткен. Олардың тәнін зақымдамай, ішіне жабайы үрей ұялату керек. Мұнда бәрі дауыс ырғағында, жанарда және бақылауда жатыр. Әлихан, мен 2 жыл теңіз жаяу әскерінде қызмет еттім. Бізді неге үйреткенін білесің бе? Бізді тез, үнсіз және нәтижелі түрге көзін жоюға үйретті. Мына қол. Мен оған бос алақанымды көрсеттім. Сенің мойныңды жарты секундтақ үгітіп жібере алады. Тіпті сезбей де қаласың. Тек сырт етеді де бітеді. Ол босап кетті. Шалбарына су жайылып, қара дақ пайда болған көрдім. Қорқыныштан жіберіп қойыпты. Басқа жағдай болса, күлкілі көрінер еді. Бірақ менің күлетін жайым жоқ болатын. Мұқият тыңда. 2 рет қайталамаймын. Сен қарындасыңның атында, мекен жайында, түрін де ұмытасың. Оған енді мылтық оғы жететін жерден де жақындамайсың. Бағланға да енді жоламайсың. Өйткені, егер мен сенің оған тағы бір рет, тіпті көзіңнің қиығымен қарағаныңды білсем, мен сені жердің астынан болса да табамын. Мұнда болмасаң, басқа қаладан табамын. Ертең емес, 1 жылдан кейін болса да табамын. Мен сені табамын. Сосын сен бұл дүниеге келгеніңе өкінетін боласың. Мені түсіндің бе? Әлихан басы жонып кететіндей тез-тез изеді. Түсіндім, Мұрат. Ананның атымен ант етемін. Енді ешқашан жоламаймын. Мен кетемін. Бұланды деген жерде тәтем тұрады. Ертең-ақ кетемін. Жарайсың, дұрыс шешім. Ал енді үйіне барда заттарыңды жина. Мен оны жібердім. Ол тізесі бүгіліп, жерге құлап түсті. Сосын тұра салып, сүрініп, қабынып, қаша жөнелді. Артына қарамай, құдды соңынан шайтан қуып келе жатқандай безіп кетті. Мен цехтың қабырғасында тұрып, оның қадамдары өшкенше тыңдап тұрдым. Жаңбыр күшейе түсті. Ішімде ешқандай қуаныш та, қанағаттану да жоқ. Тек суық ақиқат қана қалды. Біреуі кетті. Келесі күні Зейнеп апа анама айтып берді. Әлихан түнделетіп заттарын жинап, туыстарына кетіп қалыпты. Тіпті анасына да дұрыс түсіндірмепті. Анам бұл жайттың маған қатысы бар деп ойлаған да жоқ. Мен тек басымды изеп, шайымды іше бердім. Өзін мықты санайтын адамның ең әлсіз тұсы не екенін білесің бе? Ол өзінен де мықты біреудің барына сенбейді. Серік өгіз осы алдамшы сезіммен 24 жыл өмір сүрді. Бір кеште сол сенімі шіріген сылақтай болып үгітілді. Бірақ алдымен Қанат суретшіні қолға алу керек еді. Қарындасының тізерлеп тұрғанын, беті қолы қан болғанын, көзінен жас парлағанын таспаға басып алған сол оңбаған. Соққыдан кейін түнде ұйықтай алмай жүрген Айшаның пошта жәшігіне әлгі лас суреттерді тастағандан да сол еді. Қанат жауынгер емес, ол нағыз егеу құйрық болатын. Ал егеу құйрықтармен басқаша жұмыс істеу керек. Мен оны 2 күн аңдадым. Қанат қала шетіндегі жеке секторда тәтесінің үйінде тұрады екен. Ағаш үй, шарбақ, аулада қора.
Тәтесі сүт зауытында түнгі ауысымда істейтіндіктен 22-ден таңғы 6-ға дейін үйде болмайды. Демек, ол түнде жалғыз қалады. Сейсенбі күні кешкісін мен сол үйге жақындадым. Шарбақтан бір-ақ секіріп түстім. Қораның есігі ашық екен. Ішіндегі өз қолымен жасаған сөрелерден іздегенімді таптым. Сюжеттер салынған қағаз қораптар. Қанат бүкіл мұрағатын осында сақтапты. Жүздеген суреттер. Мен шырпы жағып, бәрін қарап шықтым. Табиғат, адамдар және резеңкемен оралған бөлек бума. Айша. Кіреберісте көзі көгеріп тұрған Айша. Дүкен алдында тізерлеген Айша. Айша еңіреп жылап жатыр. Ал Бағлан оның шашынан ұстап тұр. Соққыдан кейін жерде жатқан қарындасым. Әрбір суреттің артына күн айы және жиіркенішті жазулар жазылған. Ызадан қолым дірілдеп кетті. Мен Айшаның барлық суреттерін алып қалтама салдым. Сосын қораны қайта тінтуіп, таспаларды, жағымсыз бейнелерді түгел шығардым. Айшаға қатысты бірдеңе болса, соның бәрі жойылуы керек. Сосын үйге кірдім. Есік құлыпталмаған екен. Біздің қалада көп адам есігін жаппайды. Қанат кішкене бөлмеде ескі диванда, көрпесін иегіне дейін жауып ұйықтап жатыр. Қасындағы орындықта фотоаппараты жатыр. Жақсы аппарат екен, ол мұнымен мақтанатын. Мен орындыққа отырып, аппаратты қолыма алдым. Артын ашып, ішіндегі таспаны суырып алдым да жарыққа шағып, бүлдіріп тастадым. Сосын аппаратты орнына қойып, үстел шамын жақтым. Қанат селк етіп оянып, мені көрді. Оның қарашықтары қорқыныштан үлкейіп кетті. Ол орнынан атып тұрмақ болды. Мен қолымды оның кеудесіне қойып, қайтадан диванға бастым. Оңай, ешқандай күш жұмсамастан. Жата бер, Қанат, сөйлесейік. Сен кімсің? Кімсің? Мен Мұрат Көлисовпін, Айшаның ағасымын. Сендер мен Бағлан екеуің қорықпай жүрген әлгі солдат боламын. Есінде ме? Ол есіне түсірді. Жүзі өзі жатқан жастықтай сұрланып кетті. Мен қалтамнан суреттер бумасын шығарып оған көрсеттім. Бұларды қорадан алдым. Таспалар да менде. Қарындасымды түсірген суреттерінің бәрі енді менің қолымда. Бұларды не істейтінімді білесің бе? Әзірге ештеңе істемеймін. Бірақ егер сен осы қалада қалатын болсаң, мен бұл суреттерді сақшыларға емес, Бағланның әкесінің алақанында отырған аудандық бөлімге де емес, Аюлы қаласындағы облыстық заң қадағалау орнына апарамын. Жүйелі түрдегі қудалау мен соққыға жығу туралы арызды да сонда тапсырамын. Әр суреттің артында сенің өз қолыңмен қойған күнің мен жазуың тұр. Сен өз үкіміне өзің қол қойдың, Қанат. Ол иттің қыңсылағанындай аянышты дыбыс шығарды. Бұл мен емес, бәрін Бағлан істетті. Мен тек суретке түсірдім. Тек суретке түсірдім дейсің бе? Ал артына бірінші нөмірлі арамза, ақылымызды үйретіп жатырмыз. Тізерлеп тұрғанда сұлу екен деп кім жазды? Бұны да Бағлан айтты ма? Ол үндемей қалды. Саған 2 күн мұрсат, Қанат. 2 күннен кейін сені күміс белден көрмейтін болайын. Қайда кетсеңге өзің біл. Бірақ 2 күннен кейін сені осы жерден кезіктірсем, бұл суреттер Аюлыға кетеді. Облыстық заң қадағалаушысына зауыт басшысының ұлы мен оным шақалдары 18 жасар бейкүнә қызды қалай аңдығанын білу өте қызық болады деп ойлаймын. Мен орнымнан тұрып есікке беттедім. Табалдырықта тұрып артыма бұрылдым. Сосын мына фотоаппаратымды көміп таста. Егер тағы бір рет сені қарындасының қасынан осы камераңмен көрсем, оны объективмен қоса кеңірдегіне тығамын. Сыртқа шықтым. Жаңбыр басылыпты. Аспан ашық, суық. Жұлдыздар оңтүстіктегідей төмен ілініп тұр екен. Үйге барып, қалтамдағы суреттерді жуынатын бөлмеде түгел өртедім. Бірде біреуін қалдырмадым. Отқа оранған бейнелерді, қарайған қағазды, жойылып бара жатқан лас жазуларды бақылап тұрдым. Күлін сумен ағызып жібердім. Қанат келесі күні ақ тайып тұрды. 2 күнді де күтпеді.
Тәтесіне Ақжар қаласынан жұмыс таптым депті. Тәтесі сенбесе де жібере салды. Екеуі кетті. Енді кезек Серікте. Серікпен басқаша сөйлесу керек еді. Ол сөзден қорықпайтын. Серік тек бір нәрседен ғана сескенетін. Ол өзінен асып түсетін қара күш. Ал ол өз күшін шексіз деп санайтын. Ол қаладағы жалғыз тәуір жер, достық мейрамханасында күзетші болып істейтін. Әр кеш сайын кіреберісте қолын айқастырып, келушілерге жоғардан төмен менсінбей қарап тұратын. Бойы 190 сантиметр, салмағы 110 келі. Мойны менің санындай, адамның сүйегін үгуге үйренген бұрынғы балуан. Сенбі күні кешкісін мен мейрамханаға бардым. Түзу киіндім. Анам жейдемді үтіктеп берді. Бір бөлке нанның құны 6 есе көтерілген заманда менің тапсырысым 4500 теңгелік қауырсын ет пен шарбат болды. Асықпай ішік жеп бақылап отырдым. Серік есік алдында тұрды. Кейде ішке кіріп залды тексереді. Қимылы ауыр, аю сияқты баяу. Бірақ майдың астында болаттай бұлшық ет барын байқадым. Балуанның негізгі әдісі аяқтан шалу, лақтыру, басып қалу. Егер ол сені құшағына алса, шығу қиын. Бірақ балуандардың әрекеті алдын ала белгілі. Олар үнемі жақын келіп ұстап алуға тырысады. Бұл жылдар бойы жаттығуда қалыптасқан рефлекс. Ал теңіз жаяу әскерінде бізді дәл осы ұстап алуға қарсы жұмыс істеуге баулыған. Мейрамхана жабылатын уақытты күттім. Серік бәрінен соң артқы есіктен шығып, темекі тұтатты. Тар көше, солғын шам, қоқыс жәшіктері, ешкім жоқ. Мен тығылмай, білдіртпей баспай, тікелей жақындап бардым. 3 метр жерде тоқтадым. Серік, әңгіме бар. Ол маған сығырая қарап, мені емес, менің бейнемді таныды. Әскери тұрыс, қысқа шаш, өткір жанар. Сен кімсің? Мұрат Көлисовпін, Айшаның ағасымын. 1 секундтық үнсіздіктен соң ол қарқылдап күліп жіберді. Өзіне тым сенімді. Әлгі солдатсың ба? Бағлан сенің келетінін айтқан. Сонымен? Ақыл айтқалы келдім. Қарындасымды жайына қалдырыңдар. Сен де, Бағланда. Бұдан бұлай оған жақындаушы болмаңдар. Серік шын жүректен рахаттана күлді. Сен шынымен маған бұйрық бергелі келдің бе? Солдат, аяқ қолыңды сындырып алмай тұрғанда үйіне қайт. Бағлан әзірше тиіспе деді. Бірақ өзім сұранып тұрсаң, ол маған қарай адымдады. Мен осыны күткен едім. Балуан үнемі арақашықтықты азайтып, жабыса кетуге тырысады. Ол менің жағамнан алмақ болып қолын созды. Қарапайым адам үшін бұл сомның басы. Ұстайды, жұлқиды, лақтырады. Бірақ мен қарапайым емес едім. Оның қолы жейдеме тиер-тиместе мен қимылдадым. Бір қадам шетке шығып, оның шабуыл шебінен кеттім. Сол қолыммен оның созылған қолын қағып жібердім де, оң қолыммен бауыр тұсынан қысқа әрі жойқын соққы бердім. Кинодағыдай сілтеп емес, дәл нүктеге бүкіл денемнің күшін салбырдым. 110 келілік ет пен бұлшық ет жиынтығы болса да, бауырдан тиген соққыға ешкім шыдап тұра алмайды. Бұл дене бітіміне емес, физиологияға байланысты. Ол екі бүктеліп қалды. Ол бойын тіктеп үлгергенше тіземен бетінен салып қалдым. Бар күшімен ұрған жоқпын. Мүгедек қалдыру ойымда болмады, бірақ асфальтқа құлауына жеткіліктеді. Ол бүйірімен жатып, судан шыққан балықтай ауаны қармап қалды. Мен қасына жүрелей отырдым. Серік, мұқият тыңда. Сен мықтысың, ол рас, бірақ сен баяусың. Әрекетің белгілі, және сен төбелесе алмайсың. Сен тек күресе білесің, ал бұл екі бөлек нәрсе. Мен сені қалаған уақытымда сұлата аламын, енді мұны өзіңде білесің. Серік маған төменнен жоғары қарады. Жанарында ыза емес, абдырап қалу басым еді. Оның ең мықтымын деген әлемі тас-талқан болды. Бұдан бұлай Айшаға жолама. Үйімізге де, маған да жақындаушы болма. Егер оның басынан бір тал шашы түскенін естісем, мен қайта ораламын. Ол кезде мұндай сыпайылық танытпаймын. Мен орнынан тұрып кетіп қалдым.
Ауданның айбаты, бұрынғы еркін күрес шебері Серік өгіз қоқыс жәшіктерінің қасында қала берді. Келесі күні таныстар арқылы естідім. Ол мейрамханадан өз еркімен кетіп, бір аптадан соң темір жол бекетіне түнгі ауысымға жүк тасушы болып орналасыпты. Адамдардан аулақ, менен алыс жүруді жөн көрген екен. Содан кейін ол қарындасының маңынан мүлдем көрінбеді. Үшеуі кетті. Енді тек біреуі қалды. Жанындағы шақалдарынан айырылған адамның қандай болатынын білесің бе? Ол іштей жалаңаштанып қалады. Бағлан Мырзабеков артында Серік сияқты дәулер тұрғанына, әлік пен қанаттың арамдығына сеніп үйренген еді. Енді айналасы қаңғырап бос қалды. Оның әкесіне жүгіретіні бесенеден белгілі еді. Әкесіз ол анасының бауырына шыға алмайтын бала сияқты. Қанатсыз. Оның бүкіл билігі мен жазасыздығы әкесінің арқасы. Ғани Мырзабеков механикалық зауыттың басшысы, қалалық мәслихаттың депутаты, бүкіл қаланың қожайыны. Серікпен болған кездесуден 3 күн өткен соң анам мені телефонға шақырды. Зауыттан хабарласып тұр екен. Мұрат Кулисов, сізді зауыт басшысы Ғани Мырзабеков ертең сағат 10-да өз кабинетінде күтеді. 3-ші қабатқа көтеріліңіз. Хатшының дауысы ресми әрі сыпайы шықты. Ол бұйырмады, тек өтініш ретінде жеткізді. Бірақ бұл жай өтініш емес екенін екеуміз де түсіндік. Мен сағат 9-дан 50 кеткенде бардым. Зауыт іші гүлдеп жатыр. Станоктардың дауысы, темірдің иісі, желдеткіштің шуы маған таныс дыбыстар. Мұнда қаланың жартысы еңбек ететін. Көзілдірік таққан қатаң мінезді хатшы әйел мені қабылдау бөлмесіне өткізді. Күте тұрмыз, Ғани Мырзабеков бос емес. Мен 20 минут күттім. Бұл кімнің қожайын екенін, кімнің күтетінін, ал кімнің күттіретінін көрсету үшін жасалатын ескі айла. Әскерде рота командирі бізге осылай істейтін. Мен сабырлы отырып, қабырғадағы мақтау қағаздарын тамашаладым. Өндіріс озаты, облыстың үздік зауыты, халық қалаулысы. Сосын есік ашылды. Кіріңіз. Кабинет кең, еденде кілем, қабырғада ел басшысының суреті ілулі. Үстел басында Ғани Мырзабеков отыр. 50 жастардағы. Самайына ақ кірген, денелі адам. Үстінде жолақ костюм, білегінде алтын сағат. Жүзі қатал, жанары өткір. Бұл ақымақ емес, деп түйдім іштей. Ақымақтармен тіл табысу оңайырақ. Ол маған отыр деп те айтқан жоқ. Терезе алдында тұрып, зауыт ауласына ұзақ қарады да маған бұрылды. Сонымен әлгі солдат, сен екенсің ғой Мұрат? Теңіз жаяу әскері дейме? Солай аға. Ол үндемей мені бастан аяқ зерттеді. Мен тік тұрдым. Қолдарым жанымда. Әскери әдет. Маған сенің адамдарды қорқытып жүргенің туралы айтты. Жастарды үркітіпсің. Олар қаладан кетіп қалыпты. Біреуін соққыға жығыпсың. Солай ма? Мен оның көзіне тіке қарадым. Ғани Мырзабеков, мен ешкімді ұрып соққан жоқпын. Бірақ, егер сіз қарындасымды 5 ай бойы қорлап, ұрып соққан адамдар туралы айтсаңыз, иә, мен олармен еркекше сөйлестім. Оның жүзі сәл ғана селдете түсті. Мұндай тік жауапты күтпеген еді. Тыңда балам, мен түсінемін, әскерден келдің, қаның қызып тұр, әділдік іздейсің. Бірақ сен қайда басынды сұғып жатқаныңды түсінбейсің. Менің ұлым әлі жас, ақымақтық жасаған екен. Оны мойындаймын. Бірақ бұл өз бетінмен жазалауға себеп емес. Бұл мәселемен тәртіп сақшылары айналысуы керек. Тәртіп сақшылары 5 ай бойы ештеңе істеген жоқ. Анам шағым жазды. Олар жоғалтып жіберді. Аудандық сақшы сіздің бір қоңырауыңыздан кейін істі жауып тастады. Солай емес пе, Ғани Мырзабеков? Айнала қорғасындай ауыр үнсіздікке бөленді. Ол үстелге жайғасып, саусақтарын айқастырды. Жақсы, ашық сөйлесейік. Не қалайсың? Ұлыңыз қарындасынды мәңгілікке жайына қалдырсын. Хабарласпасын, жоламасын. Тіпті оның жер бетінде барын ұмытсын. Болды, маған басқа ештеңе керек емес. Ол креслосына шалқайып отырды. Егер мен солай болады десем,
Сен ризасың ба? Ризамын. Бірақ егер айтқанымыз орындалмаса, менде куәгерлердің түсініктемелері бар. Соққыны көрген көршілер, зауыт олымыз баса көктеп кіргендегі жұмысшы әйелдер және облыстық заң қадағалау орнына дайындалған арыз бар. Оның көшірмелері сенімді адамдардың қолында. Егер маған немесе Айшаға бірдеңе болатын болса, ол арыздар бірден тиісті жеріне жетеді. Мен біраз жерін асырып айттым. Куәгерлерді шынымен жинаған едім. Көршілермен, Айшаның бұрынғы әріптестерімен сөйлестім. Адамдар қорқса да, менің айбатымды көрген соң бір-екі ауыз сөз жазып беруге келіскен. Көшірмелерді ешкімге бермедім. Бірақ Мырзабеков мұны білген жоқ. Ол ұзақ үнсіз қалды. Маған шешілуі тиіс күрделі есеп сияқты қарап отырды. Сосын ақырын, бірақ салмақты дауыспен сөйледі. Сен батыл жігітсің, Мұрат. Немесе тыман қалсың. Мен сені бір сәтте-ақ езіп тастай аламын. Әскери комиссариатқа бір қоңырау шалсам, сені қайтадан әскерге, Мұздығияның қиырына қызмет етуге жібере салады. Тәртіп сақшыларына айтсам, бұзақылық жасағаным үшін қамап тастайды. Менің қолымда сенің түсіне де кірмеген мүмкіндіктер бар. Олай істей алмайсыз. Өйткені онда арыздар нақты тиісті жеріне жетеді. Бұл екі отбасының арасындағы дау емес, қылмыстық іс болады. Кәмелетке толмаған қызды жүйелі түрде ұрып соғу. Сіздің ұлыңыз, сіздің тегіңіз, сіздің лауазымыңыз. Облыстық газет мұны рахаттана жариялайды. Ал қазір жариялық кезеңі. Ғани Мырзабеков. Қазір көп нәрсені жазуға болады. Оның бетіндегі бұлшық еттерінің дірілдеп кеткенін көрдім. Жариялық, жаңару. Бұл сөздер Мырзабеков сияқты адамдардың түнде ұйқысын қашыратын еді. Бұрын кез келген істі жауып тастауға болатын. Қазір ол әрдайым мүмкін емес. Ол орнынан тұрып терезеге тағы жақындады. Маған арқасын беріп ұзақ тұрды. Жақсы, Мұрат. Мен олыммен сөйлесемін. Ол қарындасынды бұдан былай мазаламайды. Бірақ сен де ешқандай арызда, газетте болмайды. Есептестік. Айша толық қауіпсіздікте болғанда ғана есептесеміз. Оған дейін емес. Ол бұрылды. Жанарында құрметке немесе ызаға ұқсас бірдеңе жылт етті. Кейде бұл екеуі бір нәрсе. Бар, әңгіме бітті. Мен кабинеттен шықтым. Аяқтарым мақтадай болып босап кетіпті. Денемді билеген қысым басылса де, артыма бұрылмай, нық адымдап жүрдім. Ешқашан жауыңа арқанды көрсетпе. Әкесімен сөйлескеннен кейін 5 күн өтті. Бағлан үндемеді. Үйіміздің маңынан көрінбеді, хабарласпады. Айша 5 айдан бері алғаш рет қорықпай көшеге шыға бастады. Бірақ мен бұл тыныштықтың алдамшы екенін білетінмін. Бағлан оңай беріле салатын адам емес. Ол жай ғанана бұқып қалды. Ал бұл ашық шабуылдан да қауіпті еді. Түйсігім алдамапты. Жұма күні кешкісін Айша құрбысына кеткен еді. Мен оған еріп бармадым. Өзінің еркін сезінгенін қаладым. Бұл менің жіберген жалғыз қателігім еді. Ол 2 сағаттан кейін үйге асып-сасып кірді. Есікті тарс жауып, арқасымен тіреліп тұрып қалды. Көзі боталаған, жанары жансыз. Сол жақ бетінде шапалақтың қып-қызыл ізі бар. Киімінің иық тұсы жыртылыпты. Ол мені күтіп тұр екен. Құрбымның үйінің алдында, жалғыз өзі, достары жоқ. Мені ұстап алып бұрышқа сүйреді. Мені балағаттады. Ағаң тірі өлік, әкем бәрінді жерге көмеді деді. Сосын ұрды. Бұл тек басы ғана деді. Анам еңіреп жылап жіберді. Айша есік алдында маған қарап тұрды. Жалынып емес, үмітпен. Мені не істейтінімді күтіп тұрды. Мен ас үй үстерінен баяу көтерілдім. Ішімде ыза емес, мұздай суық сабыр орнады. Бұл ұрыс алдындағы сезім. Барлық артық ойлар өшіп, тек нысана ғана қалады. Анашым, есікті іліп ал. Мен келгенше ешкімге ашпа. Қазір ораламын. Мұрат, балам, бармашы. Олар сені... Анашым, есікті жап.
сыртқа шықтым. Кешкі сағат 9 шамасы. Қазанның қараңғылығы қаланы басып қалған. Бағланның қайда екенін білетінмін. Жұма күндері ол Гагарин көшесіндегі жертөледе орналасқан карате залына баратын. Жаттығу сағат 7-ден 9-ға дейін. Демек, ол қазір шығуы керек. Мен залға 15 минутта жеттім. Тұрғын үйдің астындағы ескі жертөле. Қат басқан темір есік. Үстінде кішкене шам жанып тұр. Іште әлі жарық бар еді. Қарсы беттегі қабырғаның көлеңкесінде күтіп тұрдым. 10 минуттан соң есік ашылды. Сөмкелерін асынған 2 жігіт шықты. Олар емес. Сосын тағы біреуі. Ең соңында ол көрінді. Бағлан Мырзабеков. Бойы ұзын, спорттық күрте киген, иығында сөмкесі бар, шашы суланған. Ешкімнен қорықпайтын адамның нық қадамымен жүріп келеді. Бағлан. Ол тоқтай қалды. Маған бұрылып қарады. Көрді. Және мен оны анық байқадым. Ол мысқылдап күлді. О, Батыр ағамыз келіпті ғой. Сонымен сөйлесеміз бе? Сөйлесеміз. Ол сөмкесін жерге тастап, каратешінің тұрысына тұрды. Қолы көтерілген, аяқтары нық. 2 жылдық жаттығы, белбеу, айна алдындағы қимылдар. Сенімен кездескім келіп жүреді, теңіз жаяу әскері. Өзіңді мықтымын деп ойлайсың ба? Достарыңды қорқытыпсың, әкеме барып арыз айтыпсың. Қазір мұнда кімнің қожайын екенін түсіндіремін. Ол бірінші болып шабуыл жасады. Басқа бағытталған айналмалы тепкі. Әдемі, жоғары, техникасы мықты. Спорт залында төрешілер бұған жоғары ұпай берер еді. Бірақ біз спорт залында емес едік. Мен жарты адым кейін шевіндім. Оның аяғы бетімнің алдынан ыс етіп өте шықты. Бағлан тепкінің екпінімен айналып барып, арқасын маған 1 секундқа беріп қалды. Осы уақыт жеткілікті еді. Мен ішке қарай 1 адым аттап, оның тіреп тұрған аяғынан шалып жібердім де, иығынан қатты итеріп қалдым. Ол сулы асфальтқа етпетінен құлап түсті. Мен тіземмен оның арқасынан басып, қолын артына қайырып, ауырту әдісіне салдым. Ол айқайлап жіберді. Бәрі 3-ақ секундта, бәлкім 2 секундта бітті. Бағлан сулы асфальтқа бетімен жабысып жатыр. Қолы шегіне дейін қайрылған. Тағы 1 миллиметр болса, шынтағы сырт етеді. Тыныш жат, дедім құлағына ақырын ғана. Даусым бір қалыпты, нұсқаулық беріп тұрғандай сабырлы шықты. Жібер, оңбаған, қолыңды сындырасын. Сындыра аламын оңай, бірақ әзірге істемеймін, егер мені тыңдасаң. Ол жұлқынды. Мен қолын сәл қаттырақ бастым. Ол, тыңдаймын, жіберші, деп бақырды. Мен ұстамымды сәл босаттым. Ауырғаны басылса де, бақылауымда қалды. Бағлан, мен саған бір нәрсе айтайын. Әскерде бізді тұтқындарды тергеуге үйреткен. Ол қалай жұмыс істейтінін білесің бе? Жұдырықпен емес. Жұдырық ақымақтардың ісі. Шын тергеу алдындағы адамның қалжыңдап тұрмағанын түсінгенде басталады. Мен қалжыңдап тұрған жоқпын. Мен оған жақындай түстім. Сен 5 ай бойы қарындасыңды қорладың, ұрдың, тізерлеттің, суретке түсірдің, жанындағы шақалдарында айтақтап салдың. Ол 18 жасар бейкүнә қыз, ал сен жанында 3 серігі бар дәу еркексің. Нағыз батыр екенсің, Бағлан. Саған бұл ұнады ма? Өзіңді мықты сезіндің бе? Ол үндемеді. Ауыр тыныстап, бетін асфальтқа басып жатыр. Достарым қашып кетті. Әкең саған көмектеспейді. Ол ақылды адам. Шегіне білу керектігін түсінді. Ал сен жалғызсың, Бағлан. Мүлдем жалғызсың. Мен болсам сенің желкенде тұрмын. Мен оның қолын жіберіп, орнымнан тұрдым. Бір қадам кейін шегіндім. Ол баяу ғана көтерілді. Беті қолы балшық, ерні асфальтқа тиіп жарылған. Жанарында ыза емес, үрей пайда болды. Өмірінде бірінші рет өзінен мықты адамды көрген жанның жабайы үрейі.
Осы сәтте оның иегі дірілдеп, жүзі тыржиып, көзіне жас толғанын көрдім. Ол еңіреп жылап жіберді. Бағлан, ауданның айбаты, бастықтың ұлы, каратеші, әйел затына әлімжеттік жасағыш. Менің алдымда қараңғыда кішкентай балада еңіреп тұрды. Мен оны ұрған жоқпын. Қолын сындырып, тісін қақпадым. Жай ғана, өмір бойы біреудің тасасында тығылып келген жанның қалай күйрегенін бақылап тұрдым. Мен қаламадым, деп күбірледі ол көз жасына булығып. Мен оны жақсы көрдім. Жай ғана оның оралғанын қаладым. Онсыз тұра алмадым. Жақсы көрдің? Сен оның бетінен салып қалдың. Бұл махаббат па? Сен оны шашынан сүйредің. Бұл махаббат па? Сен оның сомына 3 арамзаны салып қойдың. Бұл махаббат па? Ол бетін басып қалшылдап тұра берді. Мен жақындап бардым. Ертең біздің үйге келесің. Таңғы сағат 10-да кіреберіске келесінде. Оны қалай қорлағаныңды көрген көршілердің алдында, жұрттың көзінше Айшадан кешірім сұрайсың. Ол қалай тізерлеп тұрса, сен де солай тізе бүгесінде, дауыстап, анық кешірім сұрайсың. Содан кейін қараңды батырасың. Естіп тұрсың ба, оның өмірінен мәңгілікке жоғаласың. Ол қолын бетінен алмай басын изей берді. Егер мен сенің оның атын бір рет болсын, тіпті түсінде айтқаныңды білсем, мен қайта ораламын. Ол кезде әңгіме мүлдем басқаша болады. Мен бұрылдым да үйге кеттім. Артымда үнсіздік, тек ылғал-ылғалды жел мен алыстан естілген пойыздың гуілі ғана қалды. Таңертең тура сағат 10-да Бағлан біздің үйдің алдында тұрды. Өңі қашқан, көзі ісіп кеткен. Айша сыртқа шықты, мен қасында тұрдым. Көршілер терезеден қарап тұр. Зейнеп апа орындыққа келіп отырды. Бағлан сулы асфальтқа, Айша талай рет тізерлеген дәл сол жерге тізе бүкті де. Айша, мені кешірші, мен арам болдым. Бұдан былай саған ешқашан жоламаймын. Кешір деді. Бәрі еститіндей анық айтты. Айша оған ұзақ уақыт жоғардан төмен қарап тұрды да, үндемей үйге кіріп кетті. Бір ауыз сөз айтқан жоқ. Бірақ бұл кез келген сөзден мықты еді. Кек алу туралы хикаяларда ешкім айтпайтын бір шындық бар. Одан кейін жан дүниең жеңілдеп қалмайды. Міне, әділдік орнады, зұлымдық жазаланды, жақсылық жеңді деп ойлайсың. Бірақ түнде жастыққа басын кигенде ішің қаңырап бос қалады. Қараусыз қалған үлкен зауыттай ішің гүлдеп тұрады. Айша баяу өзгерді. Алғашқы апталарда ол есіктің әрбір қағысына селк ететін. Көшеде әлі де басын төмен салып, қабырғаны жағалап жүретін. Үрейден пайда болған әдеттер бір күнде жойылмайды. Олар айлар бойы, жылдар бойы кетеді. Кейде мәңгілікте қалып қояды. Бірақ ол бәрібір өзгерді. Бір айдан соң ол жұмысқа орналасты. Шеберханаға емес, кітапханаға. Тыныш жер, кітаптар, сабырлы адамдар. Көзі мейірімде толы мекеме басшысы оны артық сұрақсыз жұмысқа алды. Айша үйге келіп, қандай кітаптар әкелінгенін, оқырмандардың не сұрағанын, балалардың сөрелер арасында қалай жүгіргенін айтып беретін. Арада 2 ай өткенде ол күлді. Сол сәттес, дәл есімге. Біз ас үйде отырғанбыз. Анам қамыр түйіп жатты. Мен әскердегі қызықтарды айтып бердім. Соның біріне Айша сыңғырлап, шын жүректен күліп жіберді. Анам қолындағы ожауын ұстаған күйі қатып қалды да маған қарады. Жанары жасқа толы еді. Мен де терезеге бұрылдым, өйткені менің де көзім жасаурап кетті. Бағлан жоғалды. Кейін естуімше, әкесі оны Алтынтау қаласындағы туыстарына жіберіп, бір оқу орнына орналастырыпты. Біздің қаладан аулақ, шудан алыс кетті. Ғани Мырзабеков ұлынан ақылдырақ болып шықты. Бәрін жоғалтқанша, шевене білу керектігін түсінді. Әлихан Бұланды да қалды. Қанат Ақжарға тұрақтапты. Серіт бекетте жүк тасушы болып істеп жүрді. Мені көрсе 1 шақырым жерден айналып өтетін. Шақалдар тобы тарады.
Бірақ менің жағдайым басқаша болды. Мен ұйықтай алмайтынмын. Әр түн сайын бір көрініс. Көзімді жұмсам, әскери дайындық. Сап түзеу, жүгіру, оқ ату, кедергілерден өту. Нұсқаушы бетіне қарап айғайлайды. Қоян қолтық ұрыс, сүйектің сытыры, кілем үстіндегі қан. Түнгі жаттығулар. Батпақтың ішінде еңбектеп барасың. Арқаңда қару, алдында белгісіздік. Суық термен оянып, қараңға ас үйде отырып темекі шегетінмін. Қолдарым қорқыныштан емес, денемнің ұрыс жағдайынан шыға алмай жатқанынан дірілдейтін. Теңіз жаяу әскері 2 жыл бойы бойыма бір нәрсені құйды. Үнемі соққыға, шабуылға, өлімге дайын бол. Енді ешқандай қауіп жоқ болса да, денем сенбейді. Әлі де бір қатерді күтіп тұрады. Көшеде әрбір кездескен адамды сынайтынмын. Бойы, салмағы, арақашықтық. Қауіпті ме, қауіпсіз бе? Бір жерге кіргенде бірінші кезекте шығатын есікті іздейтінмін. Асханада арқамды қабырғаға беріп отыратынмын. Кенеттен шыққан дыбысқа селк ететінмін. Анам байқайтын, бірақ ештеңе сұрамайтын. Тек алдыма шай қойып, қасыма үнсіз отыратын. Ол бәрін болмаса да, көп нәрсені түсінетін еді. Оның әкесі, яғни менің атам, 45 жылы майданнан оралып, өмірінің соңына дейін жастығының астына кезік жастап ұйықтайтын. Айша ешкім оралмайтын тозақтан оралған еркектердің қандай болатынын көріп өсті. Бір күні кешкісін мен 3-ші рет есіктің құлпын тексеріп жатқанда ол қолымнан ұстады. Мұрат, сен жақсысың ба? Ол маған шын уайыммен, жанашырлықпен қарап тұрды. Жақсымын Айша, жай ғана әдет қой. Ол сенген жоқ, бірақ қазбаламады. Мен көлік тұрағына механик болып жұмысқа орналастым. Қолмен бір нәрсе жасау маға астырып, бұрандарыды бұрарк, май ауыстырып басым босмайды. Ойлануға туғымыға басым болмайды. Ойлануға пирмін мыйппыл басым болмайды. Ойлануға зағатық көрбе симаған талайды маған түндегесін. Мұстыз асында басым болмайды, маған штуқ атқалебінді. Мұман түре баштымайды болан үжіркемес патрады. Сен башша қаттыр берінді, маған түре баштымайды, онам пірмүзір. Мене маған түрім ұштам көбеде мәдіман білсті. Бұратын ұштам бәштім, дүнәр казуамайды. Жай ғана маған жүркенес патрады. Кембін бірақ жанашырлық бой. Ол сенген бір нәрсе жасалда ете бүшті қанайды. Ол талоқ патады. Ойлануға, өткенді еске алуға мұшшаң жоқ. Көліп тұрағындағы жігіттер жақсы адамдар еді. Жұмысшылар, көбі әскерде болған. Кейбірі таулы өлкеде соғыстан өткендер. Солардың бірі Оразбен достасып кеттік. Ол алыс өлкеде қызмет етіп, 2 рет жараланған. Ерлік үшін белгісімен марапатталған еді. Біз ешқашан қызмет туралы ашық сөйлескен емеспіз. Жай ғана үзіліс кезінде үнсіз темекі тартатынбыз. Осы үнсіздіктің өзі жеткілікті еді. Ол түсінді, мен түсіндім. Бірде жұмыстан соң Ораз маған қарамай, ақырын ғана: "Білесің бе, Мұрат, ең ауыры ол жақта емес. Ол жақта бәрі түсінікті. Мынау жау, мынау сен, мынау міндет. Ең ауыры мұнда. Қайтып оралғанда айналаң бейбіт, адамдар түзу. Бірақ сен түзу емессің. Сен бұрынғыдай бола алмайсың", деді. Мен басымды изедім. Оны рас еді. Әскерге анасының бәліштерін арқалап кеткен әлгі 18 жасар аңқау бозбала Мұрат оралған жоқ. Оның орнына басқа түйсігі, басқа ойымен, басқа жанары бар бөтен адам келді. Және ол адам әр секунд сайын соққыға дайын тұрудың қажеті жоқ бейбіт өмірде қалай өмір сүру керектігін білмеді. Бірақ мен күн сайын үйрендім. Түнде ұйықтауды, әрбір дыбысқа жалт қарамауды үйрендім. Адамдарды қауіпті не қауіпсіз деп бөлмей, олармен жай ғана сөйлесуді үйрендім. Қайтадан өмір сүруді үйрендім. Арада көптеген жылдар өтті. Кейде мұның бәрі менің басынан өтпегендей көрінеді. Әлгі қазан айындағы кеш, дүкен алдындағы қоңыр көлік, тізерлеген Айша, бұлардың бәрі біреудің бөтен хикаясы сияқты. Бірақ сосын өз қолдарыма қараймын. Жаттығу кезінде сым темірге тілінген оң қолымдағы тыртық пен қатайған жұдырықтарыма қарап,
Жоқ, бұл менің тағдырым. Оның әрбір күні менікі деп еске аламын. Айша 95 жылы тұрмысқа шықты. Жақсы жігіт. Есімі Талғат. Сол механикалық зауыттың инженері, жуас, сабырлы, сенімді адам. Айғайламайтын, үстелді ұрмайтын, тек ісіне мығым еркектердің бірі. Ол Айшаның өткенін білетін, бүкіл қала білетін, бірақ ол бірде-бір рет бетіне баспады. Еске салмады. Тек шын жүректен сүйді. Олардың зауыттың асханасында өткен қарапайым тойы есінде. 40 шақты қонақ келді. Айша анамның ескі көйлегінен қайта тігілген ақ көйлек киді. Өте сұлу еді. Ең бастысы, жанары тірі еді. Мен әскерден оралғанда көрген сол жансыз жанар емес, нұрлы, бақытты жанар. Талғат тойда қасыма келіп, қолымды алды. Мұрат, Айша үшін саған рахмет. Сенің не істегеніңді білемін. Мен басымды шайқадым. Мен ерекше ештеңе істеген жоқпын. Тек қарындасымды қорғадым. Ол маған салмақты қарап, ең бастысы да осы ғой деді. Олардың 2 баласы болды. Әділет пен Жансая. Мен Мұрат көке болдым. Оларды иығыма мінгізіп, ағаш қылыш жасап беріп, жазда өзенге шомылуға үйрететінмін. Әділет қайсар болып өсті, ал Жансая анасына тартып жуас болды. Айша оларға қарап тұрып, кезінде біреулер тартып алған, бірақ өзі қайтарып алған, сол бір нәзік күлкісімен жымиятын. Анам немерелерін көріп, әрбір күніне қуанып, шұлық тоқып, тосап қайнатып жүрді. 96 жылы ол ұйқысында тыныш қана бақилық болды. Таңертең оны тапқанымда жүзінде жеңіл күлкі бар екен. Құдды бір жақсы түс көріп жатқандай нұрланып жатты. Төсегінің қасындағы үстелде менің әскердегі суретім мен Айшаның тойдағы суреті тұрды. Оның 2 баласы, оның 2 бақыты. Мен сол Күміспелде қалдым. Көлік тұрағында істеп, кейін гараж бастығы болдым. Кеш үйлендім 32 жасында. Жарым Ақмарал мектеп мұғалімі, төзімді, мейірімді жан. Ол маған теңіз жаяу әскерінде үйретпеген нәрсені биязы болуды үйретті. Әлсіз емес, биязы болу. Бұл 2 бөлек нәрсе екенін мен ұзақ уақыт түсіне алмай жүрдім. Ұлым дүниеге келді. Атын атамның құрметіне Азамат деп қойдым. Мүмкін сондықтан болар. Мен өз жақындарымды қорғау бұл таңдау емес. Бұл өмір сүрудің жалғыз мәні екенін ерте түсіндім. Кейде түнде мен әлі де жаман түстерден оянатынмын. Бұрынғыдай жиі емес, бірақ болып тұрады. Ақмарал қолын кеудеме қойғанда мен сабама түсетінмін. Ол менен не көргенімді ешқашан сұрамайтын, тек қасында болатын. Көлік тұрағында бірге істеген Оразбен өмірінің соңына дейін дос болдық. Ол ішімдікке салынды, кейін қойды, сосын қайта бастады. 98 жылы ол өмірден өтті. Жүрегі шыдамады. Небәрі 42 жаста еді. Жаназасында оның табытының қасында тұрып, соғыс адамды бірден өлтірмейді. Кейде ол 10, 15, 20 жыл күтіп тұрып, ақыры бәрібір қуып жетеді деп ойладым. Айша ол күндер туралы ешқашан тіс жармады. Не менімен, не күйеуімен, ешкіммен сөйлеспеді. Бірде кішкентай Әділет одан, «Анашым, қолындағы мына тыртық не?» деп сұрады. Бағлан оны таса жерге сүйрегенде сынық шынының үстіне құлап түскендегі ескі тыртық еді. Айша ұлының басынан сипап, «Кішкентай кезінде құлап қалғанмын балам, баяғыда жазылып кеткен» деді. Мен оның өтірік айтпағанын көрдім. Шынымен ауырмайды. Жазылды. Толық емес, ізі қалды, бірақ жазылды. Ал Бағлан ше? Ол туралы үзік хабарлар естідім. Алтыншақарға кетіп, оқып, үйленіп, кейін ажырасыпты. Сосын тағы үйленіпті. Әкесі 92 жылы қайтыс болып, зауыт жекеменшікке өтті. Бағлан кәсіп ашпақ болып, тақырға отырыпты. Соңғы естуімше, бір кеңседе жұмыс істеп жүр екен. Жан жағында шақалдары жоқ. Әкесінің қорғанышы жоқ. Билігі жоқ. Қарапайым, елеусіз адам.
Ол мен үшін Айшаның алдында тізе бүккен сәтте-ақ жоқ болып кеткен. Бітті. Қазір жасым 50-ден асты. Өз қолыммен салған үйімнің алдында отырмын. Күміспелдің шетіндегі верандасы бар ағаш үй. Аулада ұлым туған жылы отырғызған алма ағашы бар. Ол өсіп, жайқалып тұр. Күз сайын аула алмаға толады. Ақмарал одан тосап қайнатады. Бүкіл үй жұпар иіске бөленеді. Ұлым Азамат Алтыншахарға оқуға кеткен. Әр апта сайын хабарласып тұрады. Анашым, әкешім, менде бәрі жақсы. Оның даусын естіп тұрып іштей. Ол Айша көрген үрейді ешқашан сезбейді деп ойлаймын. Ешбір арамзаның алдында тізе бүкпейді. Өйткені мен бармын. Мен тірі тұрғанда өз жақындарыма ешкімді соқтықтырмаймын. Жексенбі сайын Айша Талғатпен және балаларымен келіп тұрады. Әдиет еш жетіп қалды. Мектеп бітіргелі жүр. Айсұлу жоғары сынып оқушысы. Нағыз ару. Тура анасынан аумайды. Бәріміз дастархан басында отырып, Ақмаралдың бауырсақтарын жеп, шай ішеміз. Қарапайым өмір. Осы күндер үшін сол тозақты бастан өткеруге тұрарлық еді. Кейде Айша маған қарап, ақырын ғана ризашылықпен жымияды. Мен де басын дезеймін. Біз 987 жылдың сол қазан айын ешқашан қозғамаймыз. Керек емес. Бәрі сөзсіз-ақ түсінікті. Бірде Айшаның ұлы Әдиет менен: «Мұрат көке, сен шынымен теңіз жаяу әскерінде қызмет еттің бе?» деп сұрады. Солай болды. Сонда қорқынышты болды ма? Мен біраз ойландым. Дайындық мектебін, жаттығуларды, түнгі оқ атуларды еске алдым. Сосын сол бір суық қазан айын, қараңғы көшені, Әлихантың қорқыныштан жіберіп қойғанын, Серіктің асфальтта сулап жатқанын, Бағланның еңіреп жылағанын және Айшаның жансыз жанарын көз алдыма әкелдім. Білесің бе Әдиет, қорқыныш оқ атуғанда емес. Шын қорқыныш өзім жақсы көретін адамдарымды қорғай алмаған сәтте болады. Міне, нағыз сұмдық осы. Ол біраз ойға шомып, сосын еркекше салмақ тоқпен басын изеді. Түсіндім, Мұрат көке. Мен оның басынан сипап верандаға шықтым. Кешкі уақыт, күн батып барады. Алма ағашының ұзын көлеңкесі шарбаққа түсіп тұр. Үй ішінен туыстарымның дауысы, күлкі, ыдыс аяқтың сыңғыры естіледі. Менің адамдарым, менің әулетім, менің шаңырағым. Темекімді тұтатып, қызғылт тартқан шексіз күзгі аспанға қарадым. Мен өз үйімдемін, ақыр соңында өз үйімдемін. Ең бастысы да осы. Шүкір.